Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Ерімбетова Марал Байдуллақызы. Бүгінгі КМ08 жабдықтың өнімділігі мен қуатын есептеуді орындау модулі бойынша өтетін сабақтың тақырыбы ректификациялық колоннадағы қысымды таңдау. Енді алдымен бұл тақырыпты ашып қарастыру үшін ректификациялық қондырғының мына көрсетілген схемасымен танысып өтейік. Бұл ректификациялық қондырғы өндірісте кездесетін кең таралған ректификациялық қондырғы түрі. Ректификациялық қондырғы қандай бөліктерден тұрады десек, негізгі ректификациялық колонна, міне алдарыңызда көк суретпен боялған көрініп тұрсыздар. Оның астыңғы жағындағы тұрған жылу алмастырғыш схемада көрсетілген, және төменгі жылу алмастырғыш ректификациялық колоннаның да ректификациялау процесі жүру үшін міндетті түрде колоннаға төменгі жағынан жылу беруіміз қажет. Сол жылуды беру үшін осы жылу алмастырғыш аппаратты қолдануға немесе құбырлы пешті қолдануға болады. Ал колоннаның жоғарғы жағында тұрған жылу алмастырғыш ол колоннадан шыққан дистиллят буларын конденсациялауға қажетті қондырғы құрылғы. Бұл жылу алмастырғышта немесе дефлегматор қызметінде атқаруы мүмкін, немесе конденсатор салқындатқыш. Енді бұл жылу алмастырғышта колоннаның жоғарғы жағынан шыққан дистиллят булары толықтай конденсацияланады, немесе жартылай конденсацияға ұшырауы мүмкін. Сөйтіп, осы колоннаның жұмыс істеуіне қажетті салқын бүркуді бөліп алуға мүмкіндік туады. Ректификациялық колоннадағы қысым негізінен алынатын өнімдердің термиялық тұрақтылығына және арзан қолжетімді салқындатқыш агенттермен, атап айтсақ су, ауа сияқты жылу тасымалдағыштар ретінде су буын айтуымызға болады, пайдалану мүмкіндігіне байланысты болады. Сондықтан, егер алынатын өнімдердің қайнау температуралары атмосфералық қысымнан төмен болса, мысал келтіре кетсек, бұл жерде көмірсутек газдарын айтуымызға болады, онда колоннадағы қысым атмосфералық қысымнан жоғары болуы керек. Бұлай болмаған жағдайда бұл өнімдердің буларын конденсациялау үшін арнайы салқындатқыштар ретінде біздер өткен тақырыптан білеміз, аммиак, пропан, фреон сияқты заттарды қолдануға болады. Бұл экономикалық жағынан көп жағдайда тиімді болып келмейді. Сондықтан қысымды жоғарылату арқылы колоннадағы температураны жоғарылатуға мүмкіндік туады. Сөйтіп, өнімдердің буларын кәдімгі қарапайым арзан салқындатқыштармен конденсациялау арқылы бөліп алуға болады. Енді мұна алдарыңызда көрсете кетуге болады, мынау ректификациялық қондырғының өндірістегі түрі. Біз алдында схема түрінде көрсетіп кеттік, ал енді мынау кәдімгі өндіріске ертең тәжірибе өткен кезде осындай қондырғыны сіздер көретін боласыздар. Бұл өндіріс зауыттарға барған кезде мынау алдарыңыздан шығатын ертеңгі ректификациялық қондырғының түрі. Көмірсутек газдарын ректификациялағанда қысымды 4 мегапаскальға дейін апаруға болады. Қайнау температурасы жоғары өнімдерді ректификациялауда, мысалға мазут, май фракцияларын ректификациялаған жағдайда қысымды атмосфералық қысымнан төмендетуге тура келеді. Себебі бұл заттардың қайнау температуралары жоғары, мұнай өнімдері атмосфералық қысымда ыдырап кетеді. Сондықтан колоннада қысымды төмендету арқылы алынатын өнімдердің қайнау температурасында төмендетуге тура келеді. Әдетте, қайнау температурасы жоғары көміртек қоспасын ректификациялау арқылы бөлу үшін 6-7 килопаскаль қалды қысымды қолданады. Және ескере кететін бір жайт, колоннада қысым жоғарылаған кезде компоненттердің салыстырмалы ұшқыштықтары төмендеп, тарелка саны колоннадан ішіндегі артып кетеді. Немесе жоғарыдан берілетін бүркудің мөлшерін, яғни флегманың мөлшері арта бастайды.
Жалпы алғанда колоннадағы қысымды таңдаған кезде оның эксплуатациялық және экономикалық көрсеткіштерін ескеру қажет. Бірақ арнайы талаптар қойылмаған жағдайда қысымның жұмысын атмосфералық қысымда жүргізуге тырысу керек. Колоннадағы қысымды таңдау жөнінде негізгі біздің білуіміз қажетті, мен сіздерге айтып кеттім, негізгі талаптар осындай талаптарды, қысымды колоннаны таңдап, біз процесті жүргізу үшін таңдау жүргізген кезде осы жайттарды ескеруіміз қажет. Назарларыңызға рахмет.